Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін Иван Шухов атындағы Орталық қалалық кітапханада қазақ ақыны, композитор, ойшыл және қоғам қайраткері, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы ұлы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған Абайдың қайталанбас әлемі атты онлайн кездесуін өткізіп отырмыз. Природа Абая, голос Абая, дыхание Абая – это дыхание времени, голос самого народа. Сегодня голос поэта сливается с нашими голосами, крепнет и набирает новую мощь. Словами Мухтара Ауэзова Центральная городская библиотека имени Ивана Шухова открывает онлайн-встречу «Неповторимый мир Абая». Оны айтқанда толғанып, іштегі дертім жоярсың. Оны айтқанда толғанып, іштегі дерті жоярсың.
У каждого народа есть великий поэт, мыслитель и пророк, который на долгое время вперед обуславливает развитие культуры и общественной мысли. В истории казахского народа это Абай Кунанбаев. Талант Абая многогранен, а созданные им произведения занимают особое место в сокровищнице мировой литературы и общественной мысли. Обладая глубокими знаниями и большим сердцем, он стремился к совершенству мира и человека. Абай еще тогда указывал путь современной казахстанской молодежи: образование, мораль, духовный рост. Только следуя этим наставлениям, наше поколение смело сможет передать наследие великого мыслителя и поэта потомкам в кругу вечности, о котором когда-то писал Абай. Мир – океан, времена, как ветры, гонят волны поколений, сменяющихся друг друга, и в этом круг вечности. Абай Құнанбаев 7-ші қара сөз. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса тән жанға қонақүй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демекілік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына бетіне басып қарап, сырнай керней болса даусынан тұлып, одан ешетін кіргенде ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да тұра жүгіріп, ол немене? Бұл немене? Ол неге үйтеді? Бұл неге бүйтеді деп көзі көрген құлақ естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жанның құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен дегені. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады. Әзелде Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан. Сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, ми толмаған ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететұғын құмарымызды ер жеткен соң. Ақыл кіргенде. Орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз? Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарлықпен жиған қазынамызды көбейтсек керек. Ол жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға басырғызса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Еш нәрсеге көңілменен қарамадық. Көзбен қарамадық. Көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргенге ақ тойдық. Сырын қалай болады екен деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу кеткенін айтса ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, өз білгенің өзіңе, өз білгенім өзіме. Кісі ақылымен бай болғанша, өз ақылыңмен жарлы бол деген дейміз. Ай, Тәңір-ай, кімнен кім артық дейсің дейміз. Артығын білмейміз. Айтып тұрсақ ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбен көрген біздің хайуан малдан неміз артық? Абайдың 24-ші қара сөзі. Жер жүзінде 2000 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллиондай қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандылығы, мақтаны мықтылығы, өнер іздеп, мал іздеп, жұрттануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аулап, жаулап, тонап, кірпі қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан халқы артық дүниеде бір қалада бар. Дүниенің бас аяғын 3 айналып өткен жұрт толып жатыр. Өстіп, жұрттың қоры болып, бір-бірімізді аңдып өтеміз бе? Жоқ. Қазақтың ортасында да өсек, өтірік, қастық қалап, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістелі кім болар ма екен? Әй, не болсын, 100 қараға 200 адам сынға да жүр ғой. Абай тек қана ақын емес, сонымен бірге сазгер, халық арасынан шыққан таланттарды танып, олардың еңбегін таратушы болды. Абайдың ән шығармашылығы қазақ халық музыкасында ерекше орын алады. 8 аяқ, айтым сәлем қаламқас, желсіз түнде жарық ай, әндері осы күнге дейін халық жүрегінен жылы орын алады.
Топырған жасыл жер жүзі. Абай өлеңдері халықты өнерге, білімге, ғылымға шақырады, әрі жанға жайлы, жүрекке жылы тиетін махаббат өлеңдері болып келеді. Сондықтан Абай өлеңдері 19 ғасырдағы қазақ қоғамының айнасы деп аталады. Абай сочинил много песен. Большинство из них не были записаны и потерялись навсегда. Некоторые песни Абая в наши дни воспринимаются как народные творения. Переводы для Абая были не просто просветительским долгом, но и потребностью души. Александр Сергеевич Пушкиннің Евгений Онегин атты шығармасында Татьянаның хатының ерекше аудармасы нағыз халық әніне айналады. Амал жоқ, қайттым білдірмей, япырмау, қайтып айтамын. Қоймады дертін күйдірмей, не салсаң да тартамын. Талайсыз, бақсыз мен сорлы, еріксіз аттап ұяттан. Қорлыққа көндім бұл құрлы, байқалар халім бұл хаттан. Әлімше менде ұялып, білдірмен дедім өлсем де, шыдарем күйіп мен жанып, айна бірер көрсем де. Болмады көріп қалуға, естіп біраз сөзіңді, шыдарем бір ай жатуға, ұзақ түн жұмбай көзімді. Қызықтан қашып бұл жерге, көңіліңіз суып келіпсіз. Мәнісін сұрап бірерге, тілдесе алмаймын еріксіз. Келмесең егер сен бізге, сау болмас пем әлбетте. Болмаса машина мен сізге, түспесем мұндай бейнетке. Асау жүрек қайнамай, жуасырмайды кезінде. Елден бір жақсы сайламай, бармас па ем ерге өзімде. Өзгеге ешбір дүниеден, еркіммен тимес бұл жүрек. Әзелде тағдыр еден, қожам сенсің не керек. Тіршілігім құрбандық,
шыдамай сені көргенше. Тәңірімнен келген бұл жарлық, ием сенсің өлгенше. Әуелде кірдің түсіме, ортақтасып өміріме, толғау салып ішіме, сол күнде ақ жақтың көңіліме. Құдайдан болғай деп емі, құдайының бол бердім. Көрген жерде ақ мен сені, осы екен ғой сол дедім. Жатқан сайын ұйқыға, дұға оқушы ем шошынып, ұнатып мені құлқыңа, жүруші едің қосылып. Түсімде мені жұбантып, жылы сөзбен сөйлесіп, кетуші едің қуантып, қалушы еді көңіл өсіп. Шыныңды айт, кімсің тербеткен, ембісің сақтаушы, әлде азғырып әуреткен, жауымсың теуіп таптаушы. Шеш көңілімнің жұмбағын, әлде бір алданыс, жас жүрек жайып саусағын, талпынған шығар айғалыс. Не болса да өзімді, тапсырдым сізге налынып, толтырып жасқа көзімді, есірке деймін жалынып. Бұл жерде ешкім сырымды, білмейді айтып нетейін, жақтырмай бұссаң нұрымды, білдірмей күйіп өтейін. Күтемін сізден қайта хат, қуандырып дертім жаз. Ол болмаса шынымды айт, күнә өзімде, өзіме аз. Өз хатыма өз көзім, ұялып, қорқып баға алмас. Кепілім сенің бір өзің, бөтен жан несіп таба алмас. Библиотека – одна из тех немногих нитей, что тянутся из прошлого и соединяют одно поколение с другим, историю с современностью. Абай любил прохладный и тихий зал библиотеки, где встречал его другой мир, светлый и желанный мир книг, науки, поэзии. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы, тілге жеңіл жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен бұлғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбін адан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуел аят, хадис сөздің басы, қосарлы бәйт мысал келді арасы. Қисыны мен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен он алласы. Мешіттің құтбы оқыған ғұламасы, мінәжат уәлилердің зармаласы. Бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келгенше өз шамасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын, қазақтың келістірер қай баласы. Бұрынғы ескі бейді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең қыпты жоқтан қарбап. Қобызбен домбыралып топтасарнап, мақтау өлең айтыпты әркімге арнап. Әр елден өлеңменен қайыр тілеп, кетірген сөз қадірін жұрт шарлап. Мал үшін тілін безеп, жанын жалдап, мал сұрап, біреуді алдап, біреуді арбап, жат елде қайыршылық қылып жүріп, өз елін бай деп мақтар құдай қарғап. Қайда бай мақтаншаққа барған таңдап, жиса да бай болмапты қанша малдап. Қазаққа өлең деген бір қадірсіз, бұлжырақ көрінеді солар таңдақ. Ескі бейше отырман бос бақалдап, ескі ақынша мал үшін тұрман зарлап. Сөз түзелді тыңдаушы сенге түзел, сендерге де келейін енді аяңдап. Батырды айтсам, ел шауып, алған талап, қызды айтсам, қызықты айтсам, қыздырмалап. Әншейін күн өткізбек әңгімеге, тыңдар едің әр сөзін мыңға балап. Ақыл сөзге ынтасыз жұрт жабандап, көнгенім ақ, саған деп жүр шабандап. Кісімсіген жеп кетер білімсіз көп, жіберсем өкпелеме көп жамандап. Амалдап, қарағайды талға жалғап, әркім жүр алар жердің ебін қамдап. Мақтан қоған малғұмар нені қалсын, шықпаса мыңнан біреу талғап. Ынсап, ұят, ар, намыс, сабыр талап, бұларды керек қылмас ешкім қалап. Терең ой, терең ғылым іздемейді, өтірік пен өсекті жүндей сабақ. Абай Құнанбаев, құлақтан кіріп бойдалар.
құлақтан кіріп ойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар. Әнді сүйсең, менше сүй, дүние ойдан шығады, өзімді өзім ұмытып, көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Аңсаған шөлде су тапса, бас қоймай ма бастауға, біреу түртсе я қақса, бой тоқтамас жасқауға. Бір күйгізіп, сүйгізіп, ескі өмірді тіргізер, өмір тонын кигізіп, жоқты бар ғып жүргізер. Есіткендей болады, құлағы ескі сыбдырды, ес қойға көңілім толады, тірілтіп өткен құрғырды. Ішіп, терең бойлаймын, өткен күннің уларын, және шын деп ойлаймын, жұрттың айтқан шуларын. Тағы сене бастаймын, күнде алдағыш қуларға, есім шыға қашпаймын, мен ішпеген у бар ма? Абайдың рухани мұрасы атты көрме инсталляциясы ойшыл және ақынның шығармашылық мұрасын айқын көрсетеді. Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапханасы жыл бойы кітап көрме инсталляцияға қатысуға шақырды. Онда келушілер 19 ғасырдағы библиофилдің бейнесін көре алды. Осылайша олар ұлы Абай поэзиясының әлеміне енді. Центральная городская библиотека имени Ивана Шухова в течение года приглашала всех желающих посетить книжную выставку-инсталляцию, где посетители могли примерить на себя образ библиофила XIX века и тем самым погрузиться в мир поэзии великого Абая. Может ли умереть, бесследно исчезнуть тот, кто оставил после себя бессмертное слово? Великий человек, обращавший взоры свои в золотую высь, никогда не умрет, говорил ты, Абай-ага. Пока будет жива на земле хоть единственная душа, дочь или сын народа твоего, в нем будешь жить и ты. Впереди, у небесной черты, забрезжил рассвет, говорил ты, значит, в нем разгорается и твой свет, в нем будешь и ты. Нет, народ благодарный твоей смерти тебя не отдаст. Сегодня приемлет, как сына, тебя другая бессмертная мать, отчизна в далекую светлую жизнь, в бессмертие тебя уведет. Есть дух, над которым смерть не властна. Такая душа у тебя. Отрывком из романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая» заканчиваем онлайн-встречу «Неповторимый мир Абая».